шешекте ерте гүлдедік, қол ұстасып бақыт жырын шертеміз дедік. Қарсы жүріп үйренсек те қар мен жаңбырға. Тіл халықтың мәдениеттің болмысын сақтау, оны одан әрі дамытудың маңызды құралы. Ал қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде құрметтеп, оқып үйрену және мәдениетін білу әр Қазақстан азаматының қасиетті борышы деп білемін. Қайырлы күн. Менің атым Яковлев Денис. 1991 жылы Қостанай облысы Аманқарағай ауылында туғанмын. Николай Островский атындағы орта мектебін бітірдім. Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай аймақтық университетте оқимын. Қазір кезде Қазақстан Республикасы ұлттық ұлан ән-би ансамблінің солистімін. Мен бала кезімнен ән айтамын. Алғашқы рет үлкен сахнада қазақ тілінде мен Батырхан Шөкеновтың «Отан ана» әнін орындадым. Қиын жолдарда аман келеміз, асыл заман, саған сенеміз, жарқын өмір, жақсы күндер, арнап сәлем береміз. Батырхан Шөкенов ол өнер майталманы, өте танымал әнші, композитор. Бүгінгі күнде өкінішке орай ол арамызда жоқ, бірақ қазақ халқының жүрегінде оның әндер әрқашан мәңгі қалады. Және менің жүрегімде ерекше орын алады. Күнделікті өмірімде достарыммен және қызметтестеріммен қазақ тілінде сөйлесуге тырысамын. Әскери ортаның өзі маған барынша көмектесті. Қарулас достарым жақын тартып, менімен қазақ тілінде сөйлесті. Қазақ тілінде қалай сөйлеп кеткенімде өзімде байқамай қалдым. Әскери орта ерекше орта. Әскери маған көп достар тауып, талантымды дамытуға көмектесті. Қызмет атқару барысында мен республикалық әскери әндер конкурсына қатысып, екінші орынға ие болдым. Кейін осы жетістіктер маған ұлттық ұлан ән-би ансамбліне қызметке тұруға көмектесті. Біздің ансамблінің ұжымы үлкен. Ансамбльде ерлер хоры, бишілер тобы, солистер тобы және оркестрлік топтары бар. Елдің беделді адамдары да қызмет етеді. Олар Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткерлері Маржан Арапбаева, Естай Мұқашев, Мұрат Нұрғазиев, Еділ Құсайынов. Жыл сайын Астананың төрінде ұлттық ұлан құрылған күніне арналған үлкен гала-концерт өтеді. Сонымен қатар әр қалаларға барып, өнер көрсетіп, жастар арасында ақпараттық насихат жұмыстарын жүргізеді. Әрине, қазір қиын карантин кезінде біз жұмыс тоқтатқан жоқпыз. Біз көп онлайн концерттер жасадық. Олардың ішіндегі ең маңыздысы ұлы жеңіске және Батырхан Шөкеновтың еске алуға концерттер өтті. Бізде бос уақыт көп бола бермейді. Біз көп конкурсқа қатысамыз, сосын съемкаларда болады, концерттерге дайындаламыз. Қазір кезде біздің ұлттық ұлан ән-би ансамблінің солистері көбісі Алматыда. Олар ұлттық ұлан туралы және біздің спецназ туралы клип түсіріп жатыр. Біз өз өнерлерімізбен әскери адамдардың рух жігерін көтеруге барынша еңбек етеміз. Ең қызығы, музыкалық колледжге түскім келген кезде мен таңдаған мамандық бойынша тек қазақ тобы болған. Сосын мен тәуекел деп көзімді жұмдымда түсіп кеттім. Енді бұл тілдің арқасында мен өмірімде көптеген өзгерістер орын алды. Тыңдаушыларымның аясы кеңейді, достарым көбейді. Кез келген жерде ақпарат пен жаңалықтар қол жетімді болды. Жалпы кез келген тілді үйрену үшін оның ортасына бейімделу керек. Адамның жеке ынтасы керек. Қиындық болған кезде
кедергіден асып өту адамның өзінің қолында. Ынта болғанда еш нәрсе кедергі бола алмайды. Құрметті достар, Қазақстан Республикасы ұлттық ұланы, үлгілік көрсетімді оркестрі және ән-би ансамблі Абайдың 175 жылдығына орай осындай керемет концерт ұйымдастырып жатыр. Бүгін Нұр-Сұлтан қаласының көрермендерге біздің ерлер хоры, олар бүгін өзінің өнері көрсетеді. Абайдың керемет әнімен «Сегіз аяқ». Қазір менің репертуарымда көп қазақша әндер бар. Олардың ішінде халық әндері, авторлық әндер және операдан үзінділер бар. Негізінде қазақ әндерін орындаған кезде маған қатты ұнайды. Менің жүрегімде алуан түрлі сезімдер толады. Сол сезімдерді тыңдаушыларға жеткізуге тырысамын. Жүректен орын тапқан ән ой толғатып, арман мақсаттарға жетелейді. Біздің Абай атамыз айтты: сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуре етер ішінен құлық сақтап, өзінде сен өзіңді алып шығар, еңбегіңмен ақылын екі жақтап. Осы қағиданы мен әрқашан ұстанамын. Енді менің мақсатым осы ұлттық өнерімізді, дәстүрімізді әріптеп, қазіргі жастарға насихаттап, дұрыс бағытта көрсетіп, соны жүректеріне жеткізсем деген ниеттемін. Өйткені шыны керек, ұлттық өнерімізді, дәстүрімізді ұмыт бара жатырмыз. Ұлттық өнерімізді, мәдениетімізді ұмытпауымыз керек. Енді менің мақсатым қазақ еліне ықпайлы тигізсем деген ниеттемін. Өйткені осы қасиетті жерде өніп өстім. Құрметті достар, адамның талабы болса, алмайтын қамалы жоқ. Алдағы күндері Абай шығармашылығының конкурс болады. Соған мен дайындалып жатырмын. Менің репертуарымда Абайдың 10 шақ өлеңдер бар. Олар маған қатты ұнайды. Олардың ішінде «Желсіз түнде жарық ай», «Жарқ етпес қара көңілім», «Не қылса да», «Өзгеге көңілім тоярсын», «Айтым сәлем қаламқас», тағы көп өлеңдер. Неге олар маған ұнайды? Ол өйткені Абайдың өлеңдеріне осындай терең ойы бар. Соған маған осы әндер қатты ұнады. Құрметті достар, адамның талабы болса, алмайтын қамалы жоқ. Тек қана алға, сонда ғана жеңіске жетесіздер. Мен өз арманыма қол жеткіздім. Біз ортақ отан Қазақстанымызды мақтан тұтамыз. Осындай мемлекет мәңгі жасайды.